Nissan Primera CR20 не тұр? CR20, қазақша CR20. Бұл мотордың жақсы жағы көбірек японский моторлардың ішінде. Бұда діріл басқыш жоқ, балансировка жоқ. ГРМ шынжыр, газды бөліп беретін қозғалтқыш шынжыр. Жирный плюс. Бұны жақсы көреме бұл моторды. Не үшін десең, бұда немістердің моторларына көбінесе ұқсайды. Неге десең, шынжыр тұр, одан кейін гидрокомпенсатор тұр головкада. Ол жирный плюс. И жирный плюсы жаңағы балансировка жоқ бұда. Балансировканың болмағаны жақсы негізінде. Өйткені қатты оборотқа шыдамды болып келеді. Айтып жүрмін қанша рет, коленвалың 3000 оборотпен айланып келе жатса трассада, балансировкаң 6000 оборотпен айланып келе жатады. Дегендей отсечкада коленвалың 6000 оборотта тұрса, діріл басқышың балансировкаң 12000 оборотпен айланады. Сол үшін олар тез кетіп қалады. Сондықтан болмаған жақсы негізінде. И бұның единственный минусы заводской міне гильзасы. Мына жерде міне мына жерге дейін келіп тоқтаған міне. Мына жерге келіп тоқтаған мына жерге міне. Границасы тұр ғой міне. Міне. Қазір үлкейтем. Міне. Бұның минусы осы жерде кішкене міне минусы міне. Гильза чугунный гильза болып келеді да, мына шойын болып келеді да, мына жерде тоқтайды міне. Кейде осы жерлерде трещина беріп жібереді да, былай қарап мысалы. Мына жерден алюмин былай қарап трещина беріп жіберуі мүмкін. Осы алюмин трещина беруі мүмкін. Алюмин. А так в целом өте жақсы мотор. Японский моторлардың ішінде, былай жақсы көретін моторлардың ішінде осы мотор. Екі объем, рядный четверкалардың ішінде осы мотор жақсы. Неге десең, BMW 4 цилиндр мотор шығара алмайды жөнді. BMW көбінесе жаңағы 6 цилиндрлар жақсы шығарады. Көбінесе сол моторлар жақсы шығарады. И то оның бәрі емес, ішінде М-калар жақсы. Жаңағы М60 без вануса, солар жақсы. Енді Никосил, Алюсил покрытиялар енді кішкене ол біздің бензинге әлсіздеу. Бірақ шетелдің өзінің германский, европейский бензинмен жүре беретін система ол Никосил, Алюсилдердің. Сондықтан бұл CR20-мыз мықты мотор. Енді Nissan Primera'ның 1.6-сы, есіме шықпасы, 1.6-сында дұрыс жасалмаған ГРМ. Неге десең, шынжыр келіп, мына жақта бір промежуточный звездочкаға бір келеді. Одан кейін тағы басқа цеп бөлек кетеді. Содан кейін сода проблема кішкене көптеуді мынаған қарағанда. Сондықтан, по-моему, бұны Nissan Primera'ны Nissan проблема деп айтып кеткен. А так, в целом, японский моторлардың ішінде Honda, Mitsubishi, Toyotалардың моторлардың ішінде өте жақсы мотор. Екі объемы, именно екі объем. Toyotада енді кішкене өзім болған моторлар өзімде. SV, 3SV, 3SG деген моторлар, ямаховский головкалармен. Ол да жақсы, өйткені ода балансировка жоқ. Қалғаны дегенде Mitsubishi 2 объем, дегенде Honda 2, 2D3, 2D2 бәрі балансировкамен проблема болған менде. Талай болған проблема өзімде. Сондықтан ол моторларды өзім ұнатпаймын. Балансировка бар моторларды ұнатпаймын. Без балансировка болған дұрыс мотор негізінде. Өте шыдамды болып келеді. Қатты оборотқа шыдамды болып келеді. Сол айтарым, өте жақсы мотор. Қыздырып алмау керек. Бұл жерде дос баламның машинасы қыздырған. Соны шешіп кольцаларын ауыстырдық. Қазір головкасын, клапаны саликтерін ауыстырып жинаймыз. Сондықтан Nissan бұл Primera, енді 1.6-сы Nissan проблема деп айтуға болады 1.6. Өйткені дегендей мына жақтарын дұрыс жасамаған ГРМ жақтарын.